Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен сіздермен қазақтың ұлттық тағамы қарын бүрменің, яғни қарыннан жасалатын тағамның рецебімен бөлісемін. Қарын бүрме өте дәмді әрі пайдалы тағамдардың бірі. Өте ішіндегі еті, картоп, сәбіздері өте парға піскендей болып, яғни буға піскендей болып, өте дәмді, күшті болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте оңай, кәдімгі ет асқан сияқты, яғни бешбармақ сияқты болып асасыздар. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазып, өз пікірлеріңізді білдіре отырыңыздар. Алдымен осындай қарынды аламыз, яғни қарынды дайын қарын, яғни тазартылған қарынды алып, мен осы қойдың қарнын алдым, яғни соны тазартып алғаннан кейін осының ішіне енді жаңағыдай нелерімізді сала бастаймыз. Етімізді, мысалы мен етті осылай қылып кесіп алдым да, шағын ғана бөліктерге кесіп алып, осылай салдым ішіне, мінекей. Ішіне салып отырып, және сүйегі бар қабырғаны да салып жібердім осылай, мінекей. Содан кейін өз қалауларыңызша ішіне барлық нәрсені сала берсеңіздер болады. Мысалы сәбіз, картоп, яғни не салса да болады. Бұрыш, тәтті бұрыш салуға болады. Әртүрлі специя, оны өз қалауларыңызға қарай саласыздар. Мен енді ештеңе салмадым, тек ет пен сәбіз және картопты салдым. Салып алып, осының енді ыңғайлап аузын, яғни қарынның аузын өстіп тігеміз. Мінекей, осылай салып алдым. Қарын енді үлкен екен, бірақ піскен кезде ол жаңағыдай суға салғаннан кейін өзі жаңағыдай көтеріліп үлкен болған кезде бұл жаңағыдай үлкендігі қарынның білінбей кетеді, яғни. Мінекей, осылай жасап алғаннан кейін ине жіппен осылай барлық аузын тігіп тастаймыз. Мінекей. Сосын бұның барлығын тігіп болғаннан кейін бұны біз кәдімгі ет асқан сияқты, яғни бешбармақ сияқты қазанға салып аса береміз. Ешқандай жаңағыдай дәмі шығып кетіп, не қылады деген болмайды. Күшті, прямо дәмді тағам болып шығады. Бұны әрине балаларға да, қарын жемесе, балаларға да пісіріп беруге болады. Өте жаңағыдай күшті болып шығады. Сондықтан мінекей, осыны енді тігіп болғаннан кейін қазанға салып, осылай қайнатып, кәдімгі еттің уақытымен 2 сағат, 2,5 сағаттай қайнатып аласыздар. Суға салып, кейін мен өстіп асып қойдым, азғантай тұз сеуіп, қазанның қақпағын жауып қайнатамыз. Мынау енді піскеннен кейінгі қарынымыз кескен кезде өте прям сочный болып, ішіндегі майы, өзінің майы, еттің майы шығып, күшті болып тұрды. Ішіндегі сәбізде, картопты жаңағыдай буға піскен сияқты болып, дәмді болып шықты. Осындай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркеліп, лайк, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Осындай қылып, дәмді қылып, отбасыңызбен кешкі асты жасауға болады. Ешқандай қиындығы жоқ. Дәмді болып шығады.